16 ғасырда Англия патшайымының кеңесшісі және өкіл қызы атанған қазақ қызын білесің бе? Білмесең, соңына дейін тыңда. Бұл кісі Англияның атақты патшайымы Елизавета I-ның сарайында 1561 жылдан бастап қызмет еткен. Және Елизавета патшайым өзінің өкіл қызы деп таныған бұл адамның аты Ару Сұлтан. Ару Сұлтан тек қазақ үшін ғана емес, күллі түркі әлемі үшін Еуропада елшілік еткен, ұлы даладан шыққан тұңғыш әйел адам болған. Бұл жайлы біз зерттеуші, тарихшы Мұхит Ардагер Сыдықназар ағамыздың 17 жыл бойы зерттеу жұмыстарын жүргізуінің нәтижесінде ашылған қазақ мемлекеті жайлы 16 ғасырда Еуропада басылған 1500 карта, 300-ден астам манускриптті талдап, зерттеп отырып шығарған еңбегінен білеміз. Оның ішінде тіпті атақты картограф ағылшын елшісі Энтони Дженкинсон 1562 жылы Лондонда басып шығарған Кассакия, яғни Қазақия мемлекетінің де картасы бар. Ару Сұлтан бар болғаны 14-15 жасында патшайым Елизавета I-ның сарайына барған және тұңғыш қазақ даласынан шыққан алғашқы дипломат, алғашқы қазақ қызы болған. Өз атымнан 17 жыл бойы осындай ғаламат тарихи жаңалық бізге жету үшін тарихты зерттеген Мұхит Ардагер Сыдықназар ағама шын жүректен алғыс білдіремін. Тарихымызды біліп жүрейік.